Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көбейту мен бөлудің байланысы. Сабағымыздың мақсаты көбейту мен бөлудің өзара кері амалдар екенін білу. Балалар, жаңа сабағымызды бастамас бұрын бірінші көбейту кестесін еске түсіріп алайық. Ол үшін алдарыңызда барабан тұр. Мен сол барабанды айналдырамын. Барабан қай санға тоқтаса, демек сол санның көбейту кестесін бірге еске түсіреміз. Ал мен бастайын. Барабан айналды. Тоқтады. Демек 4 санына тоқтады. 4-тің көбейту кестесін қайталаймыз. Бірге 4 жерде 1 4, 4 жерде 2 8, 4 жерде 3 12, 4 жерде 4 16, 4 жерде 5 20, 4 жерде 6 24, 4 жерде 7 28, 4 жерде 8 32, 4 жерде 9 36, 4 жерде 10 40. Жарайсыңдар балалар. Тағы көрейік. Барабан айналды. 5 санына тоқтады. Демек 5-тің көбейту кестесін қайталаймыз. Бірге қайталаймыз балалар. 5 жерде 1 5, 5 жерде 2 10, 5 жерде 3 15, 5 жерде 4 20, 5 жерде 5 25, 5 жерде 6 30, 5 жерде 7 35, 5 жерде 8 40, 5 жерде 9 45, 5 жерде 10 50. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Тағы бір рет көрейік. Барабан айналды. Қай санға тоқтайды екен? 3-ке тоқтады. Демек 3-тің көбейту кестесін бірге қайталаймыз. 3 жерде 1 3, 3 жерде 2 6, 3 жерде 3 9, 3 жерде 4 12, 3 жерде 5 15, 3 жерде 6 18, 3 жерде 7 21, 3 жерде 8 24, 3 жерде 9 27, 3 жерде 10 30. Жарайсыңдар балалар. Біз көбейту кестесін қайталадық. Олай болса балалар, оқулықтың 26-шы бетін ашып, нөмір 1-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Суретке қарап, жазбаны түсіндір дейді. Олай болса балалар, суреттен нені көріп тұрмыз? Біз суреттен бірнеше скейтбордтарды көріп тұрмыз. Бұл скейтбордтардың саны нешеу екенін санамай, біз қазір соны табамыз. Ол үшін 3-тен 4 қатар скейтборд тұр. Демек, 3-ті 4-ке көбейтеміз. Нәтижесі нешеге тең? 12. Дұрыс айтасыңдар. Ал енді балалар, осы 12 скейтбордты 4 командаға бөліп берсек, нешеден келеді? Қалай табамыз? 12-ні 4-ке бөлеміз. Нәтижесі 3-ке тең. Демек, 12 мен 4-тің бөліндісі 3-ке тең. Жарайсыңдар балалар. Сонда біздің алдымызда барлығы неше скейтборд тұр екен? 12 скейтборд тұр екен. Тамаша. Балалар, көбейту мен бөлу бір-біріне өзара кері амалдар. Егер көбейтіндінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлсе, онда не шығады? Ойланайық. Екінші көбейткіш шығады. Дұрыс айтасыңдар. Егер бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтсе, онда не шығады? Ойланайық. Дұрыс айтасыңдар. Бөлінгіш шығады. Егер бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсе, онда не шығады? Бөлгіш шығады. Дұрыс айттыңдар балалар. Жарайсыңдар. Балалар, олай болса, оқулықтың 26-шы бетіндегі нөмір 2-ші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырмада теңсіздіктер құрастыр дейді. Көбейту мен бөлуге байланысты теңсіздіктер құрастырамыз. Қазір мен бастап айтамын, барлығымыз біз бірге орындаймыз. 3 көбейту 4 тең 12. 4 көбейту 3 тең болады 12. Балалар, осы жерде біз көбейтудің қандай қасиетін қолдандық? Көбейтудің ауыстырымдылық қасиетін қолдандық. Көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгерген жоқ.
Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді осыны бөлумен тексеріп көреміз. 12 бөлу 3 тең 4. 12 бөлу 4 тең 3. Келесі 2 көбейту 3 тең 6. 6 бөлу 2 тең 3. 6 бөлу 3 тең 2. 5 көбейту 2 тең 10. 2 көбейту 5 тең 10. 10 бөлу 5 тең 2. 10 бөлу 2 тең 5. 7 көбейту 3 тең 21. 3 көбейту 7 тең 21. 21 бөлу 3 тең 7. 21 бөлу 7 тең 3. Ал балалар, тексеріп көрейікші. Сіздерде осылай шықты ма? Ал тексеріп көрейік. Тамаша. Дұрыс орындадыңдар балалар сендер. Енді 27-ші бет, оқулықтың 27-ші бетіндегі келесі тапсырма балалар. Есепті шығармас бұрын бірінші суретке назар аударайықшы. Суреттен біз кімдерді көріп тұрмыз? Балаларды көріп тұрмыз. Балалардың қолдарында, аяқтарында не бар екен? Барлығының қолында, аяғында скейтбордтар бар екен. Олай болса балалар, біз осы есептерді шығарамыз. Мен оқимын, сіздер мұқият тыңдайсыздар, содан кейін ойланып, маған шешуін, жауабын айтасыздар. Олай болса, мен оқиын. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. Олар әр командаға 4 баладан бөлінді. Егер 2 команда болса, онда аулада барлығы неше бала болғаны? Ойланайық. Шешуі 4 көбейту 2 тең 8. Жауабы аулада барлығы 8 бала болғаны. Келесі, әсін оқиын. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала әр командаға 4-тен бөлінді. Неше команда болды? Ойланып, жауап береміз. Шешуі 8 бөлу 4 тең 2. Жауабы 2 команда болды. Бұсын оқимын, мұқият тыңдаймыз балалар. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала 2 командаға теңдей бөлінді. Әр командада неше баладан болды? Ойланайық. 8 бөлу 2 тең 4. Жауабы әр командада 4 баладан болды. Жарайсыңдар балалар. Сендер бұл тапсырманы да өте жақсы орындап шықтыңдар. Балалар, мен осы сабағымды қорытындылау үшін сендерге бір ойын дайындап әкелдім. Ол сіздердің алдарыңызда тұр. Өздеріңіздің жақсы көретін ойыншықтарыңыз попит деп аталады. Сіздердің алдарыңызда попитта қызыл және сары шеңберде сандар тұр. Ол шеңберлердің ішінде 1-ден 10-ға дейін сандар тұр. Сіздер ойынның шартын мұқият тыңдаңыздар. Мен айтқан сандарды 1-ден қызыл және сары шеңбердегі сандарға көбейтіп, нәтижесін жазасыздар. Сонда сіздердің алдарыңыздағы попиттағы бос торкөздер толады. Ал кеттік. Мен айтамын, сіздер нәтижесін жазасыздар. 9, 8, 7, 6, 5. Сіздер бұл жолы қызыл шеңбердің нәтижесін толтырдыңыздар. Екінші жолдағы сары шеңберді толтырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ойынды аяқтаймыз. Ал балалар, тексеріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, сендер бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңдар. Жарайсыңдар балалар, бұл тапсырманы да дұрыс орындадыңыздар. Балалар, бүгінгі сабақта біз скейтборд деген сөзді көп қолдандық. Орындаған тапсырмада скейтборд сөзін көп жаздық. Демек, уақытымызды ұтымды пайдалану керекпіз. Спортпен шұғылдану керекпіз. Скейтборд теуіп үйрену керекпіз. Енді балалар, оқулықтың 27-ші бетіндегі нөмір 4-ші, нөмір 5-ші тапсырманы үйге аласыздар.
үйде оны дәптерге әдемілеп мұқият жазасыздар. Және көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екенін түсініп орындау керексіздер. Балалар, сендерге бүгінгі сабақ үшін үлкен рахмет, өте белсенді болдыңыздар, барлық тапсырманы дұрыс орындадыңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.